Осыдан 3 күн бұрын желі қолданушылар отандық шоу-бизнестегі сұрбойдақтар санының кемігеніне куә болған еді. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, Артур Төлепов сүйіксіне ұсыныс жасап, сақинасында сыйлағанды. Алайда актер тойды күткен қауымның қуанышын су сепкендей басты. Бұл интернет желісінде жүрген бұл белгілі бір бағдарламаға арналған сюжет болатын, барлығы ойлап қалған екен, Артур үйленіп жатыр деп. Енді бұның барлығы интернеттің күші, біреулері үйленіп жатыр дейді. Бұл жалған ақпарат. Артур желіде тараған ақпараттың жалған екенін жеткізсе, Аян Бірбаев Төлеповтер жанұясындағы құпияның құлпын ашты. Ринго Алғаншының сөзіне сенсек, ағасынан бұрын бірінші інісі шаңырақ көтеретін тәрізді. Асылхан жайында естідім да, Артур жайында естімеппін. Жаңа ғана кіреберісте бір таныс адаммен Астанадан хабарласып едім телефонмен. Сол айтты, Артур да үйленейін деп жатыр екен ғой деген. Мен айтам, сен шатастырып тұрсың, ол Артур емес, ол Асылхан деп. Аянның айтқан ақиқатқа балауға болатын сияқты. Биыл Төлеповтердің отбасында той болса, таң қалмаңыз. Айтқан егер болса, үйленгің келсе, өзінің сүйіктің болса, үйлене бер, тапқан кезде күтпе мені деп. Бірақ енді әзірге сөзге келдік, бәрі жақсы. Бірақ бұйырғаны болады, кім бірінші шаңырақ көтереді. Бізде не жоқ, қарсылық жоқ. Алайда Артур жеке өміріндегі жаңалықтардан көрі бүгінде шығармашылығын шыңдауды жөндеп шешкен. Күні кеше шоу-бизнестің басын қосып, су жаңа видеоның тұсауын кескен Төлеповтың ән арқылы айтары бар. Асықтым, кімге асықтым? Енді әрине өзімнің екінші жарымды, жалпы өмірлік жарымды табуға асығыстық танытқан түрім бар. Жасым 26-та, енді үйдегілерді айтып жатыр. Өзімнің осыдан бір 4-5 жыл бұрын әзілейтінім бар еді. Эксподан кейін үйленемін деп сол қарасаң, экспода жатындап қалған екен. Серік Қазаязбаев, Қани Қалуов, ревью жаңалықтары.